Алатау қаласы тың даму танымында екілендіріп, даму сапасы мен өнімділігін жоғарылатуды өзек етуде табанды болып, ерекше абзал кәсіптерді баулып, пәрменді дамыту арқылы үртіс жаңалық ашып, өзгеріс енгізді. Биыл 1-тоқсанда 15 кәсіпорынның сауда сомасы 4 миллиард 80 миллион юанға жетіп, 3 еседен артық артты. Жабдық мамырда дайын болады. Заводқа қашан көшіреміз? Мамырдың соңында жабдық орнатуға болады. Құрылыс маусымның соңында тексеріп өткізіп алынады. Алатау сағасы универсал бажы қорғамалы районы сәйкесті өнеркәсіп районында жанды медициналық тоқыма бұйымдары жауапкерлігі шектеулі серіктестігінің екінші мерзімдік 80 миллион метрлік медициналық дәкі зауыты салынуда. Бұрынғымен ұқсамайтыны зауытқа кәсіпорын қаржы қосқан жоқ. Универсал бажы қорғамалы районы салдырды. Қызметкерлерімізбен жабдықтарымызды орналастырсақ болды. Басқа іске әуре болуымыздың қажеті жоқ. Бұл кәсіпорнымыз үшін еңбек күш және қаржы үнемдеді. Чен Суншан кәсіпорнының алғаш осыраға қаржы қосып завод құруға келгенде, бұл жердің өңірлік абзалдығын ғана емес, қайта желілес тиімді саясаттарын түйінеткенін айтты. Өзбекстан мен Қазақстаннан мақта импорт етіп, Жұңғы Еуропа темір жол арқылы Алатау сағасынан жолға шығып, 11 күнде Еуропаға жеткізгенде әр тонна дәкіден 1500-ден өзіндік құн үнемдеуге болады. Осы себепті кәсіпорын алғашқы мерзімдік нысанға қаржы қосып, жарым жыл болмай жатып екінші мерзімдік құрылысын бастап кетті. Электр ақысы 31 тиын мөлшерінде. Жылдық электр пайдалану мөлшеріміз 30 миллион киловатт сағатқа жуықтайды. Бұл кәсіпорнымыздың 12 миллион юандай өзіндік құнын үнемдеді. Әр 10 мың ұршықты жабдыққа 1 миллион 500 мың юан қосымша қаражат береді. Қазір осы қаржының 10 миллион юаны тиянақтандырылды. Универсал бажы қорғамалы райондағы қызметкерлер өткен айдың бас шенінде кәсіпорында техник біршама тапшы екенінен хабар тапқаннан кейін ішкі өлкеден 5 техник ұсыныс етті. Кәсіпорынға тәулік бойы қызмет етеді. Тамаша қаржы қосып ортасын әзірлеп берді. Осында шикізаттан жіп иіріп, дәкі тоқып, тауар шығаруға дейінгі тұтас өндіріс желісін құруды нысан етіп отырмыз. Шарт жағдайдың жақсаруы тіпті де көп кәсіпорынды осында ірге тебуге баурады. Алатау қаласы негізді құрылғы дәрежесін жоғарылату, өзгеріс енгізу құрылысын атқарып, автономиялы районның орман бау-бақшалы қала құру қимылына белсене атсалысты. Қазір қала районның жасылдану салыстырмасы 24,15%-ға жетті. Мен қазір Базықу көлінде тұрмын. Бұл көл Алатау сағасы универсал бажы қорғамалы районынан 2 километрдей жерге орналасқан. Бұрынғы жылдардағымен салыстырғанда биыл сулы өңірдің аумағы бір есе кеңейген. Алысқа көз тастасақ, жел термен көл бетіндегі қамыс құрақ бәрі тамаша көрініске айналғанын байқаймыз. Елеуімізше Алатау қаласы алда осы Базықу көлі төңірегін саздық бақшасы етіп құрады екен. Жол кеңейіп, ағаш көбейіп, қаламыз көркейді. Алатау қаласы қазір өткелістері дамыған қала, өнеркәсібі жанданған қала, экологиялы қала, саудасы дамыған қала қатарына ойысып, өткел ортасын үртіс жақсартып, универсал бажы қорғамалы районы жетекшілік құрылысы, универсал өнеркәсіп бақша районы құрылысы сияқты құрылыстарды жаппай ілгерілетуде. Аға буындар негізді қалады. Енді біз экологиялық ортамен қала құрылысын үртіс жақсартып, орта шарт жағдайын кемелдендіріп, саясат шараларды ойдағыдай зерттеп тиянақтандырып, жан-жақтылы селбесі арқылы тамаша нәтижеге жетуге құлшынамыз.